Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен құймақтар дайындаймыз. Ол үшін сүт, ұн, жұмыртқа, қант, тұз, май және сұйық май қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, оған тұзды және қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Қанттың барлығы еріп, кішкене көбік пайда болғанша. Келесі ең алдымен сүттің 100-150 граммдай шамасын ғана қосып араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды қосып ақырындап араластырамыз. Барлық ұнды қосып араластырған кезде бізде өте қою масса шығады. Осындай қою массаның ішінде ешқандай түйін қалмайды. Массамыз өте біркелкі болып дайын болады. Содан кейін қалған сүтіміздің барлығын ақырындап осылай қоса отырып араластырамыз. Келесі сұйық майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі қатты қызып тұрған арнайы табаға құймақтарымызды пісіреміз. Әрбір құймаққа мен сары май жағып отырдым. Міне осындай өте жіңішке әрі жұп-жұмсақ құймақтар дайын болды. Бірінші дайындағаннан-ақ жақсы шығатын құймақтарды осы рецептпен жасап көріңіз.